ауданымызда 2 завод бола ма, біздің условия көнетін, 3 завод бола ма, сол заводқа тапсырамыз. Екі жақты келсіп, ол заводтың рентабельності де көтеріледі, и бағасы да көтеріледі. Қай уақытта шет өтпей қалды, қай уақытта қандай проблема? Проблема ол өздеріңіздің проблемаңыздар. Біз нормальный индекске сәйкес елдің еңбегімен өндірген мақтасын дұрыс бағаға өткізуіміз қажет. Біздің ата кәсібіміз Мақтаарал өңірінің мақта шаруашылығы. Біз басқа дақылдармен қоса мақта шаруашылығынан біз еш уақытта бас тартпаймыз. Өйткені біздің техникамыз, біздің жеріміз, біздің халқымыз сол мақтаға диқан болған. Соған дәптен дағдыланған. Екінші мәселе. Мақтаны суғарып атқан азаматтарымызды бірі. Тоқтатыңыздар, бітті мақтаның суы, уақытысы. Енді ол жерде екпейді. Бәлек жасамайсыз, теріп аламай қаласыз ертең. Түсінбей атқан адам ол ешқандай салмақ та қоспайды, одан еш нәрсе де қосылмайды. Қосылатын салмақ, топталатын өнім топталып бітті. Енді аз ғана 5-10% жетіліп келе жатқан көшектеріміз қосылуы мүмкін дейік. Ары қарап уже жаңадан өнім қосылмайды. Сол үшін осы бар көшекті, бар өнімді жинап алатын әрекет жасауымыз керек. Қазір нағыз девальвацияның уақыты. Егер прогноздан қарап отырсаңыздар, солтүстік аудандарда уже замырсыздер басталып жатыр. Кейбір жерде қар да жауып жатыр. Ертең күн суып кететін болса, бұрынғы қыларатымыз жоқ біздің. Сол үшін девальвацияны тездетіп жасауымыз керек.